Армысыздар, құрметті әділқазылар, тәрбиешілер мен кішкентай өнертапқыштар. Бүгін біздің балабақшамызда үлкен мереке. Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу пилоттық жобасының аясында өтетін Смарт ауыл ақылды бала атты байқауымызға қош келдіңіздер. Бүгін осы байқауда өткізуге маған көмектесетін болашақтың технологиясы робот Ақылбек. Бұл робот Ақылбек жүйесін іске қосуым үшін маған арнайы құрылғы керек болды. Мен оны дүкендерден таппай, кеше түнде өз ырқымнан қолдан құрастырып шықтым. Бұл отандық өнім смарт көзілдірік. Қазір мен оны киіп, робот Ақылбек жүйесін іске қосатын боламын. Жүйе іске қосылды. Робот Ақылбек, оян. Сәлем достар, менің атым Ақылбек. Мен болашақтан келдім. Маған өте ақылды, тапқыр және еңбекқор балалардың көмегі керек. Осындай балалар бар ма екен? Әрине бар Ақылбек. Алдымен бүгінгі балаларымыздың еңбегін бағалайтын Әділқазы алқаларымен танысып алайық. Көшенов Қилымқали, Аманат партиясының төрағасы. Смағұлов Айдын, ата-ана, жеке кәсіпкер. Сағынғани Ерасылов, қарақия жастарға орталығының маманы. Ал ендеше байқауымызды бастайық. Бірінші кезең таныстыру. Балалар өздерін таныстырады. Топтың аты Smart Kids. Біз ақылды баламыз, болашақтың қаламыз. Таза ауа, таза бақ, жарқын болсын әрбір шақ. Технология досымыз, білімге бар жолымыз. Smart Kids жолы бар, үздік ауыр жасаймыз. Біздің топ, болашақ икелері. Біздің ұранға алып биогоннан, қалаймыз біз қаланы. Болашақтың мамасы, инженерлер боламыз. Ақылды еңбек көпірді құрастырып шығамыз. Үнемдейміз жарықты, біз инженерлер боламыз. Екінші кезең ауыл және оның бөліктері. Балақайлар, мына суреттерге қараңдаршы. Менің смарт қаламда бәрі араласып кетіпті. Маған көмектесіңдерші. Әрине Ақылбек, қазір біздің өнертапқыш балаларымыз суреттерді жылдам біріктіріп беретін болады. Ең әуелі Smart Kids балалар басасын келе қойыңыздар. Дүкеннен азық-түлік аламыз. Жарайсыз. Үшінші кезең ақылды ауыл макеті. Бұл ең қызықты кезең. Балалар өз қолдарымен смарт ауылдың макетін жасайды. Олар көздің көзінен жылу алу, су мен жарықты үнемдеу жолдарын көрсетеді. Қорғау кезеңі. Балалар өздерін жасаған болашақ ауылдарын мақтанышпен таныстырады және оның қаншалықты қауіпсіз әрі заманауи екенін айтады. Мен ауылымды жақсы көремін және оның көркейгенін қалаймын. Осылайша смарт ауылдың дамуына көмектесемін. Мен өскенде құрылысшы боламын. Әдемі және биік үйде саламын. Құрылысқа ақылды техника мен роботтарды қолданамын. Биік үй қауіпсіз және жайлы болады. Онда адамдар жақсы тұрады. Мен ауылымды көркейтіп, оның дамуына көмектесемін. Болашақта мен Каспий теңізінің жағасында әдемі су бұрқақ жасаймын. Су бұрқағы түрлі түсті сымдармен жарқылайды. Кешке адамдар келіп, оны тамашалайды. Балалар қуанып ойнайды. Теңіздің табиғатын бәрі көре алады. Мен туған жерімді көркейтіп, туризмді дамытуға үлес қосамын. Мен өскенде ауылға көмектесемін. Икендерге су беретін ақуды оралар қоямын. Дронмен егістікті қараймын. Үлкен машиналар соны жетпейді. Малдарға сақсы күтіп жасаймын. Сонда ауылымыз әдемі болып, саясаттарға көп болады. Сізді құрметті қадыр алқашы. Ауыл өмірінің заманауи технологиялар арқылы жеңілдету және табиғатты сақтау. Біз достармен бірге
күшік қосылар, өз тілі бейсіда қосылар, сені таңертең өлеңмен оятар. Едемді кішкентай робот қорғыш өзі тазалайды, таныс адамдарға ашпайды, анаммен әкеңе ашады. Бұл эко-энергия. Біздің ауылда түтін шығатын зауыттар жоқ. Мынау біздің ақылды күн панельдеріміз бен желдеткіштеріміз. Олар ауылға тегін ток береді. Бұл таза әрі тегін энергия. Бұл ақылды ферма. Мұнда сиырлар мен қойларды робот бағады. Шөпті де робот береді. Мұндағы сиырлардың, түйелердің, қойлардың арнайы ойында чиптері бар. Егер мал алып қалса, компьютер бірден белгі береді. Ал мына ақылды сауын аппараттары өзі сүтті сауып суытқышқа жібереді. Смарт егістік. Егін жайда ылғалдылықты өлшейтін датчиктер орнатылған. Жер құрғап кеткен кезде суару жүйесі өзі қосылады. Ал мына дрон аспаннан егістікті күзетіп, зиянкестерден қорғайды. Бұл сұрыпталған қоқыс жүйесі. Олар толыққанда ауылдағы қоқыс жәшіктері, пластик қағаздары, шыны бөлек жинайды. Олар толыққанда ауыл әкімдігіне хабарлама жібереді. Бұл шақауыл жағасы оқта ақылды орындықтар бар. Олар телефонды қуаттайды. Суда тақса ұстайтын балықтар бар. Ал егер біреу суға батса, аспан ұшатын робот келеді, шеңберін тастайды. халқымыз бүгін сахна төрінде заманның ағысын түсінген жаңа ғасырдың нағыз еңбеккерлері тұр. Олардың қолынан бәрі келеді. Өйткені олар ізденімпаз, олар еңбекқор. Ал кішкентайлар, айтыңдаршы, бүгінгі байқаудан не түсіндіңдер және болашақта ауылдарың үшін не істейсіңдер? Мен үшін кішкентайдан бала болып, біз өсеміз болашақта таңа болып, оқулықтың мінімізбен өсіріп, кәсіпқор, еңбекқор жан боламыз. Смарт ауыл біздің жарқын даламыз. Біз заманға сай ақылды баламыз. Өз ісінің шебері болып әрқашан еліміздің мақтанышы боламыз. Жарайсыңдар балалар, осымен смарт ауыл ақылды қала атты байқауымыз өз мәресіне жетті. Әділ қазалқыларына сөз берейік. Қорытындылай келе, мына кішкентай балдарымыз жасаған екі ауыл өте әдемі, көріністері, жасағандары, дайындалғандар бәрі көріп тұр. Екеуі де лайықты, бірінші орын марапатқа ие екеуі де.